Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен осындай қытырлаған тауық қанаттарын пісіретін боламыз. Алдымен тауықтың қанаттарының шетіндегісін алып тастаймыз. 1 килограмм тауыққа 4 ас қасық газдалған су құямыз. Онан кейін 1 шай қасық қызыл бұрыш, ащы бұрыш, 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Енді бөлек ыдысқа ұн, крахмал, паприка, тұз, қара бұрыш, жұмыртқа салып араластырып аламыз. Оның үстіне 200 мл газдалған су құйып араластырамыз. Оның үстіне сүйікті приправаңызды, чеснок, қызыл бұрыш, егер ащы жақсы көрсеңіз салып, жақсылап араластырамыз. Шағын кастрюльге сұйық майымызды құйып, алдымен смеске батырып аламыз. Онан кейін ұнға аунатып, қуыратын боламыз. Газдың асты қатты қызған және жай басылып тұрған от болу керек. 10-12 минут қуырып аламыз. Біздің тауық қанаттарымыз осылай қып-қызыл болып, әдемі болып піседі. Сырты хрустящий, кез келген соусқа батырып жей берсеңіз болады. Ас болсын, сіз де жасап көріңіз. Ұнаса лайк басып сақтап алыңыз.